орман жер аумағының 1/3 бөлігін алады, ал оның ішінде не болып жатқаны белгісіз. Жалпы орманда көптеген құпия сырлар жасырылады және орманда күтпеген қорқынышты жағдайларда орын алады. Бүгінгі видеода біз сіздерге орманда камераға түсіп қалған жұмбақ құбылыстардың екінші бөлімін ұсынатын боламыз. Сонымен кеттік. Джеймс есімді осы видеоның авторы орманда біртүрлі жағдайға тап болады. Көріп тұрғандарыңыздай мына жерде көптеген жоғалып кеткен адамдардың суреттері ілініп тұр. Бір қарағанда бұл жағдай қорқынышты фильмді еске түсіреді және өте қорқынышты көрінеді. Айтпақшы, жақын жерде жасырын лагерь бар, бірақ Джеймс ол жерге жақындауға батылы жетпейді. Ал сіздердің ойларыңыз қандай? Бұл плакаттар не үшін ілініп тұр? Something would have had to walk through to put these up. Осы видеоның авторы таң атпай орманға серуендеуге шығады және автор ағаштың артынан кішкентай біреудің басын көреді. Автор осыны көргенде бірден телефонға түсіре бастайды. Бірақ автор көп созбай қорыққаннан үйіне қайтуға тырысады. Бұл видео ғаламторда пайда болған болатын, бірақ бұл видеоны көргендер аз. Осы видеоның авторы Майк түнде орманға фонармен барады және қазір сіздер қорқынышты кадрды тамашалайсыздар. Maybe creature or some sort. So I have no idea what it is, but just saying it's sweet, bro. Just try to find it. What the hell is that? What the hell? Бұл видео туралы менде екі жауап бар. Біріншісі, бұл видео жалған, ал екіншісі, бұл қанша дегенмен орман ғой. Орманның ішінде осындай жағдайларда болуы да мүмкін ғой. Ал сіздердің ойларыңыз қандай? Бұл видео жалған ба, әлде шынайы ма? Екі жігіт орманда мотоцикл айдап жүргенде белгісіз бір қақпанға тап болады. Біреу осыны біліп әдейі істеген көрінеді. Бірақ екі жігіт көп созбай арқан жіпті өздерімен бірге алып кетеді. Қандай ақымақ орманға осындай қақпан құрып жүр екен. Бұл видеоны автордың әйелі София ғаламторға жариялайды. Крис есімді осы видеоның авторы ұлттық паркте велосипедпен өтіп бара жатқанда кенеттен биік шөптің арасынан тау арыстаны шығып, Криске қарай жақындай бастайды. Сіздер қазір Кристің қандай батыл екенін көре аласыздар. Ол өзін видеоға ешқандай сұмдық нәрсе болмағанын айтады. Ал арыстан болса Кристің артынан қалмайды және Кристің ешқандай амалы да қалмайды. Егер ол велосипедке отырып қашатын болса, арыстан оны қуатын еді. Ал Крис болса жайбарақат арыстанмен сөйлесуге тырысады. Бірақ Крис бұған шыдай алмай, арыстанға мен сенен қорықпаймын деп айқайлайды. Ал арыстан жалығып кетті ме, әйтеуір бұрылып кетіп қалады. Hey, Mr. Mountain Lion. How are you doing? Nice to see you. This is unbelievable. There's a mountain lion right here.
Осы видеоның авторы Дилан Андерсон қоршаудың артынан, яғни орманнан қорқынышты дауыстарды естиді. 8 in the night. So we just heard a scream a little bit ago. I don't know if you could see past this, but so behind this where I'm pointing right now, there's a forest back there, and that's a pretty big forest. It's a state park. So there's nothing that's back there, and it's protected, so I don't know. But we're back here, and there's this fence right here that protects my friend's yard, where we're at right now. And from that, I don't know what you'd call this, but there's a pasture right here with a bunch of trees. But what happens is this creature comes up against this fence, and it jumps this fence. And did you just hear that? That was it. Oh. Диланның досының үйі қалың орманның жанында орналасқан, және орманда көптеген жануарлар өмір сүреді. Бәлкім бұл дауыс солардың біреуі шығар. Осы видеоның авторы түсініксіз жағдайға тап болады. Ол телефонмен сөйлесіп келе жатып кенеттен көлікті тоқтата алмай өзенге қарай кіріп кетеді. Yeah, I've just crashed into a river, dude. My car is just gone, dude. I'm in a river. I'm The water's coming into my car. See ya. Бұл жағдай бір қарағанда қорқынышты көрінеді. Бақытымызға орай көлік ағашқа келіп тіреліп қалады, және автор терезеден шығып көмек күтеді. Нәтижесінде авторды әуе құтқару тобы құтқарып алады. Сонымен достар, осындай қорқынышты видеолардың шыққанын қаласаңыздар, онда лайк басып арнамызға тіркеліп қойыңыздар. Бүгінге осы, келесі кездескенше аман, сау болыңыздар.